бүгінгі жұмысымыз тағы да полуавтомат. Бошер деген. Бұл кір жуатын жағы киім салғанда тақылды байланбай қалады дейді. Тоққа қостық қазір. Қосып көреміз бұны. Айнала ма, айналмай ма. Тоқты қосамыз. Қосылған кезде мотор дыңылдап істеп тұр. Бізде қазір редуктор су кетіп қатып қалған. Енді сонда редукторды бөлшектейміз қазір. Сояғын тексереміз. Біз екі бөлдік стиральный машинаны екіге бөліп, астыңғы жағын бөлік шығарып қойып қойдық. Жұмыс істеуге ыңғайлы болатындай өзімізге. Міне біздің бұл жерде ауыстыратынымыз редуктор. Бұл редукторды босату үшін мына 2-4 6 шуруппен қатырылған екен. Осы 6 шурупты босатамыз. Бұл редукторымыз ремонтқа келмейді. Лажы болса ауыстырған дұрыс. Мына алғы жағында мына шурупты босатамыз. Редукторға бекітілген. Мына шурупты босатып, мынаны былай қарай бері қарай шығарамыз. Сол кезде редукторымыз ары қарай босайды. Біз новый редукторымызды алып келдік. Точно сәйкес келеді дейді. Мына мойында мынада резинасы жоқ екен. Енді оны мынаған саламыз. Қаншадай мен китайский ғой. Ішкі жағынан герметик жаға саған дұрыс. Сәл кеңдеу болса су өтіп тұрады бұда. Çoğalap жағамыз герметикті. Резинасын кигістейміз. Есікті бұлай тастай тұрайық. Мына резинаның да бетіне де герметик жағып жібереміз. Неге десеңіз, мына сайларға толық отыру керек бұл. Герметик жаққан артық қытықмайды, чұқалап жақсаңыздар. Болды, енді біз мұнда орнына қоямыз. Шуруптарын қатырамыз. Редукторды қатырып аламыз енді, осылай. Мына артын шешіп алдық, мына бағалағын кедергі жасады. Қатырып ағасын қайтып бекітеміз. Қарама қарсы бағытта қатырамыз. Осылай енді бәр шурупын қатырып аламыз қазір. Мына редукторның 6 волтын қатырып біттік. Мына ремень айналдыратын бақалағын саламыз. Осыны қатырамыз қазір орнына. Сөйтіп толық қайтып жинаймыз, сөйтіп қосып көреміз. Сірәлімізге су құйдық. Енді қосып тексеріп көреміз.
астынан су жібере ме оны да көрейік бүйтіп